Армысыздар, құрметті ата-аналар мен ұстаздар. Бүгінгі біздің отбасым алтын ұям атты сайысымызға қош келдіңіздер. Отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, баланың болашақ қадамы. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Отбасы ол да шағын мемлекет. Міне, бүгін осы отбасылар арасындағы татулықты, дәстүрді, өнерді жалғастырып келе жатқан отбасыларымыз бар. Олай болса, осы сайысымызға қатысатын, балабақшамызда тәрбиеленіп жатқан балалар мен аналарымызды ортаға шақырайық. Бірінші нөмірлі анамыз Ересек күн тобының бағыммен бірге. Үшінші нөмірлі анамыз Ересек Чебурашка тобының атынан келіп отқан анамыз Мұханова Салтанат Мынбасиевна. Қуанышбек Көзайым Манас қызы. Төртінші нөмірлі анамыз мектеп алды даярлық Аққайын тобының атынан келіп отқан Сейітбекова Елмира Бекболатовна. Базарбай Аймирмен бірге. Бесінші нөмірлі анамыз мектеп алды даярлық Солнышко тобының атынан келіп отырған Абдурахманова Гүлноза Абдувалиевна. Хайдархулова Мубина. Алтыншы нөмірлі анамыз Ласточка тобының атынан келіп отырған анамыз Абдукалыкова Камиля. Қызы Абдухалыкова Азалия. Әділдікті қолдайтын баға беріп, жіберек қазыларды таныстырып. Бүгінгі сайыстың әділ бағасын беріп, жеңімпазын анықтайтын әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Балабақшамыздың әдіскері Раушан Нығматулла қызы. Балабақшамыздың қазақ тілі мұғалімі Бектаева Пернеш Сүлеш. Балабақшамыздың психологы Стаева Кульзипа Қалкеевна. Аналар бар өнерін салар анық, өнегелі тәлімді алған қанып, ал ендеше таныстырып өтейін мен бөлімдердің сайыстың бөліп жарып. Яғни сайыс бағдарламасы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру,
Екінші кезең сұрақ жауап, ситуациялық жағдайға жауап беру. Үшінші кезең үй тапсырмасы, яғни өз өнері. Төртінші кезең анамыздың ас мәзірі. Гүл көңілдер қуаныштан өрледі, көздерінен жалын нұр төгіледі. Жыр ұшқында тұр ғой, әне үйіңді, көпшілікке таныстыршы өзіңді. Дей отырып, таныстыру кезеңі бойынша қатысушыларымызды ортаға шақырамыз. Бірінші нөмірлі анамыз Ересек күн тобының атынан келіп отырған Абдураимова Рашида Ахмаджановнаны шақырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті ұжым. Менің есімім Рашида. Мен ең бақытты отбасы деп ойлаймын өзімді, өйткені өзімнің 5 бала шағам бар. Бала деген бұл біздің өміріміз. Баласыз өмір жоқ дегендей, мен ең бақытты отбасы деп есептеймін өзімді. Менің мамам аты Рашида, папамның аты Хархат. Әпселеріне жақсы көрем. Ағаны жақсы көрем. Бабыланды жақсы көрем. Бабасын жақсы көрем қатты. Достарым көп болсын. Бағым, Наркис, Дана, Бегасы. Екінші нөмірлі анамыз Ересек күн тобының атынан келіп отырған Агаделова Айжан Тастемір қызын шақырамыз. Армысыздар, салтын шеген қазағым. Шымкент шырайлы қала мекенім, мамыт елім Найман елге түскен жерім. Тектіліктен, таймайтын батыл елден, келіп тұрмыз сайысқа бағым қызбен. Ал қызым, таныстырдың сен өзіңді, шумақпен өрнектеші, сен тегіңді, мейірімді отбасының ұрпағысың, көрсетші көпшілікке өнеріңді. Менің отбасына басады, әс осы уақыттан әрі алады. Бақытсанда әкем айрандарламақ, екеуінің бақытыны таралады. Әжем бар гүлманудай, дана тума. Әділдікпен күрескен дана тума. Ата-анамнан 3 апам бар, 1 ағам бар. Екеуінің бақыт нұры таралады. Бағым? Бағым деген атым бар, күн тобының гүлімін. Басына сайысқа келіп тұрған зайым бар. Әдеттен біз озбайық, қарсыласқа сәттілік тілеп қояйық. Осыменен сәлемдесіп болдық деп, келесі сайысқа дайындықты бастайық. Үшінші нөмірлі анамыз Ересек Чебурашка тобының анасы Мұханова Салтанат Мымбасиевна қызы Қуанышбек Көзайым Манас қызын шақырамыз. Сәлем бердім әлеумет баршаңызға, ұстаздар мен қазылар алғаныңызға. Шықтың бүгін отбасы сайысына, көрсетуге өнерімді ортаңызға. Сұрасаңыз, Салтанат менің атым. Мен де келдім бүгінгі бұл жарысқа. Орта жүзден тараған аруыңмен жеңу үшін бұл жерге келіп тұрмын. Өнер аттаймыз қарнымен. Менің атым Салтанат. Менің анам Салтанат. Көзайымға қолғана. Көзайымға қолғана. Төртінші нөмірлі анамыз мектеп алды даярлық тобы Аққайың тобынан атынан келіп отырған Сейітбекова Елмира Бекболатовна қызы Базарбай Аймеріммен бірге. Баршаңызға сәлем бердік. Менің есімім Эльмира, 5 баланың анасымын. Және бүгінгі осы шараға қатысып жатқан басты себебім осы баламен біздің мейірімді дұрыс қарым-қатынасты көрсеткіміз келеді. Және біздің таныстыруымыз да соған қарай кішкене ерекше. Жаным қызым, ай қызым, мейірімге сай қызым, деп қол әкең мақтанған ақ халатқа сай қызым.
Жаным менің әйелім Інжу Маржан бақшаға ажар берген аймейім. Ұқсамайсың басқаға, өзіме таққан ақ белім. Сұлу, нәзік көркемім, тамсандырған наз үнің. Тіл көз сұқтан аман бол, сендер менің қызығым. Маған бақыт күрі, есемге жетті, меделімді жуы. Мені анам дизайнер, психолог бірімді. Енді істерде алмаймын. Мен бақшасыз күнімді. Салтанат Асайқызын қатты жақсы көреміз. Салтанат апай, сұлу ғой. Салтанат апай сұлу. қатты жақсы көреміз. Жақсы көреміз. Салтанаттың гүлзира. Салтанаттың гүлзира үйренген деп айтады. Інжу Маржан. Даусын шығар. Мен де қыздар. Мен де қыздар байтара. 5-ші нөмірлі анамыз мектеп алды даярлық Солнышко тобынан келіп отырған Абдурахманова Гүлназа Абдувалиевна, қызы Хайдарқұлова Мубинамен бірге. Здравствуйте, уважаемые жюри, мы с семьей Юнусовой, я Абдурахманова Гульназа Абдувалиевна и моя красавица дочка Хайдаркулова Мубина Бахрамовна. Дорогие зрители, мы выступаем порой, поэтому вас ждет двойное удовольствие. Мы сложная команда и отлично дополняем друг друга, поэтому мы сегодня мы все силы приложим, чтобы стать победителями. 6-ші нөмірлі анамыз Ласточка тобының атынан келіп отырған Абдухалыкова Камила анамызды қызы Абдухалыкова Азалияны шақырамыз. Уважаемые воспитатели, жюри, родители, участники, очень рада участвовать сегодня в конкурсе. Правда, мы сути я так и не поняла, но сейчас вот увидев мам в таких красивых нарядах, конечно, я поняла. Нужно показать свое искусство. Мое искусство — это мои дети. У меня 3 детей, все ходили в садик Инжу Маржан. Это вот наша заключительная Азалия. Ей 3 годика. Ходим в группу «Ласточка». У меня очень большая семья. Семья у нас достаточно интеллигентная. Дедушка Азалии у нас был директором колонии 31-й, то есть очень строгий дисциплин. У нас дома очень важна дисциплина. Вот, бабушка у нас была педагогом в технологическом университете, 50 лет она преподавала в кафедре нефти и газа, поэтому наша семья более, она направлена на чтение книг, более направлена к образованию и интеллекту. Вот. Дети у нас все учатся в лицейных классах. Папа у нас подполковник противопожарной службы, да, то есть он отвечает за пожарную безопасность по городу. Мама у нас медик, то есть я являюсь провизором, но я карьеру оставила ради детей. Потому что Азалия у нас часто болела, часто пропускали. Мне нужно было все свои силы направить на то, чтобы ее восстановить, чтобы она ходила в садик. Вот. Ну, мы вроде бы восстановились, ходим, и сегодня мы пришли не ради победы, а ради участия. Поддержать нашу группу. Бірінші кезең таныстыру бойынша
әділ қазыларымыз өз бағаларын қазір көрсетіп жібереді. Бірінші нөмірлі анамыз Абдураимова Рашида Ахматжанованың бағасы. Екінші нөмірлі анамыз Агадилова Айжан Кастемір қызының бағасы. 5-4-4. Үшінші нөмірлі анамыз Муханова Салтанат Мыңбасиевна. 5-5-5. Төртінші нөмірлі анамыз Сейтбекова Эльмира Бекболатовнаның бағасы. 5-5-5. Абдурахманова Гүлназа Абдувалиевна анамыздың бағасы. 4-4-4. Алтыншы нөміріміз Абдухалыкова Камила анамыздың бағасы. 4-4-4. Енді сайысымыздың екінші кезеңі бұл сұрақ жауап, яғни ситуациялық жағдаяттарға жауап беру. Осы екінші кезеңнің шартын таныстырып өтейін. Қазір аналарымыз келіп, біртіндеп келіп, мына жердегі сұрақтарды алып, оны оқып, сіздер, яғни аналар, тәрбиеші рөлін ойнайсыздар. Сіздерге алдарыңызда көрініс көрсетіледі. Дайынсыздар ғой? Олай болса, бірінші нөмірлі анамыз Абдураимова Рашида Ахматжановнаны шақырамыз сұрақ алуға. Нөмірін әкелесіңіз. Нөмірі 4-ші. Таңертең анасы баласын жылатып алып келді. Өзі асығыс алып қалыңызшы деп кетіп қалды. Сіз баланы қалай көндірер едіңіз дейді. Бармайын сәдікке, бармайын сәдікке. Неғып өйтесің сен қызым өтірейсің жылап келесің. Бармайын сәдікке, ұламайын баға сәдікке. Бармайын салмайсыз. Бармайын. Мен асық сенің жұмысқа кетіп барадым. Таксиім күтіп тұр. Қызымды алып қаласаңызшы. Бармайын, кетем, мен кетем. Мама, бармаймын деп. Мама, айт берейін мен, кетем, мама. Çok abileşim var. Abileşim var. Küçük abileşim var. Ben abileşim var. Kaçan abileşim? Екінші нөмірлі анамыз Агадилова Айжан Кастемір қызын шақырамыз. Топта екі ойын кезінде екі бала ойыншыққа таласып, бірі екіншісінің қолын тістеп алды. Таңертең қолы тістелген баланың анасы келді. Осы ситуациядан қалай шығар едіңіз? Сұмдық, апай, не қарап отырсыз? Енді балалар бір-бірімен ойнағанда сондай сөздер болып тұрады ма расында? Мама сұрмашақта? Кімнің ұстау? Сабыр сақтаңыз, сіз сабыр сақтаңыз. Жарайды, бетіңізге қарасаңыз, сабыр сақтаңыз. Бірақ сабыр сақтаңыз, тыңдап алыңыз. Сіздерге сені сәтіпке жіберіп жатыр. Не қарап отырсыз? Енді сондай жағдай ситуация болады, бір моментальный уақыт. Мама, Пока сіз ол балаға ешқандай ештеңе айта алмайсыз. Себебі 18-ге шейін ата-анасы жауап береді. Ата-анасы келеді, сөйлесіп айтады. мен іздемесем бірге құлайды, мақыл деймін. Біресе бірдеңе болып келеді, енді көз алдында істеп тұр ғой қызым да. 20 бала қайсысы бізге қараймыз, бірақ қарап келеміз. Ондай жағдайлар. Анасымен сөйлесіңіз. Болмайды ол. Кейін алтын бірге ойнап үйренді ғой. Рахмет сіздерге. Үшінші нөмірлі анамыз Муханова Салтанат Мыңбасиевнаны шақырамыз.
кешкі ас кезі бүгінгі ас мәзірі. Бірінші тамақ қызылша сорпасы, екінші тамақ палау. Бала тамақ ішпей жылап отыр. Сіз не істер едіңіз? Tamam, ich bin tamam, ich bin oynayın. Келе. Ich bin Келе, ich bin tamam. мен саған қазір сағыз әкеп берем, жарайды ма? Жарайды ма? Көзайым жаным сол, мен саған сағыз әкеп берем. Іше қойшы. Жаным, мен саған шоколад әкеп берем. Жарайды ма? Ойыншық берем. Келе қойшы, тұра қойшы, жаным сол. Кім тамақты көп жеп қойса, мамасы ерте келіп алып келсін. Жарайды ма? Кім тамақ жеп? Ой, жаным сол тамақ жеп. Сағыз әперем, шоколад әперем. Кім тамақты тойып ішетін болса, ол тез өседі, ол жақсы бала болып өседі. Келе қойшы орнына, тұра қойшы жаным. Кім тамақты көп ішіп алса, жақсы, үлкен бала өседі. Мамам ерте келіп сен бұлын ақ кетеді. Келіп тамағыңды ішіп қоя қой жаным. Ішіп қойшы, тауысып қойшы. Тауысып ішіп қой. Ой, жарайсың. Мен саған тағы Төртінші нөмірлі анамыз Сейітбекова Эльмира Бекболатовнаны шақырамыз. Анасы қызын ертіп келіп, тәрбиешіге былай деді. Қызым түнімен ұйықтамай жылап шықты. Мені қызымды ұрсыпсыздар, мен сізге шағым түсіремін. Осы ситуацияда қалай шығасыз? Саламатсыз ба, апай? Сәлеметсіз бе, келіңіздер. Мен қызым неге жылайды бармайын деп. Міне, тез магазинге келеміз. Апай заманы сол такой. Ана, неге ұқсастар? Камера бар ма сіздерде? Камера қай жерде көруге болады? Сіздікі дұрыс, өйткені баланың осындай жағдайына уайымдағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет. Бірақ әр балада өзінің жасында кризис деген болады. Ол баланың ішкі өзінің сезімдері болуы мүмкін. Мысалы, ұйқы қанбаған кезде балада организмде стресс болады, және ол сіздерге де, басқа да қоршаған ортасының бәрі әсер мүмкін. Жоқ, біз мүлде балаға ұспаймыз, қысым көрсетпейміз. Камераларымыз көруге болады. Жоқ, бала өзі садикке келгісі келмегендіктен өзі осындай ситуация жасауы мүмкін. Камераларымызды қайдан көруге болады? Уайымдамаңыз, камераны бізге бөлімдерімізге кіріп, сол жерде қарасаңыз болады. Біз балдарға дұрыс қарым-қатынас жасауға дайынбыз. Енді мен бір жолға кешірейін. Келесіде егер осылай жылап бармайым десе, бастықтарыңызға кіремін. Караноға барам. Біз жақтан көрсетіп жатқан көмектің бәрі дұрыс. Және біз балдарға мүлдем қысым көрсетпейміз. Ол жағынан уайымдамасаңыз болады. Алмайыз қызым, жаным менің қызым. Бара бол. Апайға айтасың. Бесінші нөмірлі анамыз Абдурахманова Гүлноза Абдувалиеваны шақырамыз. Бала бақшада құлап қалған, беті көгерген, тәрбиеші ата-анасына ескерткен, осы жағдайда не істер едіңіз? Ескертпеген. Болшы бұлшырамайды. Қызды де, кеше айтса болады ма соны? Айтпай. Тәрбиешіге күлдеріңіз салмасыма қалайсыздар? Мен сізге өте қаба болып тұрмын қазір. Неге? Мен сізді сыйлап жүрген едім, педагог қойдым. Өте қаба болып келіп тұрмын. Қаба болмас, сіз біздің күшті неміз ғой, родительский жоқ, мен де сен зар болып жүрген ше, негізі қуанамын. не болады, не жағдай болды соны маған айтыңыз? Қайсақшы не? Қызыңыз кеше құлап қалған еді ғой, сізге ескерту. Папасы қандай миыңды жеп тұрды, мен сөйледі ше. Мен десем, әкесі ғой миыңды жеп қойды. Екі баланың ортасына түскен үлкен адам ақмақ болады да? Шашып қалған ұрған болса ма? Жоқ, әпше ұрмадық, просто камера бар ма бұяқта? Камера бар, я камераңыз соткаңызға ұлап берем. Сіздерде бір тектана неде, раздевалкада, иә? Я бір ғана неде. Бұл құлап қайдан көре аламын мен? Құлап қалса бізге келесіз, біз жауап береміз. Жоқ, папасы может ұрды ма деп күмәнді. Жоқ,
Жоқ, вообще папасы ұрған жоқ. Ана екінші апайыңыз қайда? Ол ұрмайды ма? Содан қорқады, сізден қорқпайды. Ана екінші апайдан қорқады. Сіздің ісмеріңізде жыламайды. Жоқ. Ана екінші апайында жылап келеді ғой. Мен сізді ренжітіп қалам келіп тұрған жоқ, бірақ ана бетім қараңызшы. Ой, қап түшеді. Жоқ, вообще. Кім ұрды? Айсұлтан, сен Айсұлтан ұрдың. Айсұлтан болды мен жаным сол. Айсұлтан сөйлесем, Айсұлтан айыптемісіз. Бірақ мен қапа болмайыншы. Қапа болсам қиын болады. Гармонға мен сізге болады. Неме не тұрмын қазір? Ана екінші апайыңыз болғанда, бірақ мен шашын жуатын емші оның керек. Екі баланың ортасына түскен ата-ана ақымақ болып қалды да, ертең екеуі. Сонда мен ақымақ тұрсыз? Жоқ, бізде сөз бар ғой, екі баланың ата-анасы ортасына түскен ата-ана ақымақ болады да. Просто ертең екі бала өздерімен татуласып, үйден конфет бірдеңелер әкеледі да. Бірақ енді түсініңіз, мен баламды мәпелеп қолымда өсіп тұрмын. Мен де қызым жаным осы үшін мен жұмыс істеп жүрмін қазір. Мен де өзімнің қызым үшін жанымды беремін. Балабақшадағы әрбір бала менің балам. Просто еңбектеріңізге ризамын, бірақ адал еңбектеріңіз. Үйімізде бір қызымызға неге болмай отырды, сіздер 25-іне қарап отырсыздар. Болды бұл. Құламасын бірақ, жеңдіңді бірақ оңдым мен. Сіз екеніңізге қарамын. Алтыншы нөмірлі анамыз Абдухалықова Камиланы шақырамыз. Баласы аяқ киімін теріс киіп, көйлегі шалбарынан шыққанын көрген ана тәрбиешіге ұрса бастайды. Осы ситуациядан қалай шығар едіңіз? Мама! Саламатсыз ба? Не ну, апай, қарамайсыз ба? Біз әр балаға қараймыз. Біздің задача балдарды үйрету. Біз оларды үйретеміз, көрсетеміз. Енді бағып бермейміз ба, қызым, мынау теріс деп бағдар беріп. Әр бала кішкентай кезінен самостоятельно болуға үйрену керек. Сондықтан біз балаға соны айтып, көрсетіп, түсіндіреміз. Әр бала өзі киіп, осыны көреді. Сосын біз оны көрсетеміз, дұрыс па, сен осындай дұрыс кимедің, шешіп қайтадан ки деп айтса, соны бала көреді, өзінің ошибкасын түсінеді и есте сақтап қалады. Сондықтан әр бала ошибка істейді. Соны біз задачамыз оны көрсетіп, түсіндіруге и үйретуге. Рахмет, аналар. Енді осы екінші кезең сайысымыздың сұрақ-жауап, яғни ситуациялық жағдайларға әділ қазыларынан баға сұраймыз. Бірінші нөмірлі анамыз Абдурайымова Рашида Ахмаджановнаның бағасы. 4. Екінші нөмірлі анамыз Агадилова Айжан Тастемір қызының бағасы. 4. Үшінші нөмірлі анамыз Муханова Салтанат Мұңғасиевнаның бағасы. 5-4. Төртінші нөмірлі анамыз Сейтбекова Елмира Бекболатовнаның бағасы. 5. Бесінші нөмірлі анамыз Абдурахманова Гүлноза Абдувалиевнаның бағасы. 5. Алтыншы нөмірлі анамыз Абдухалықова Камила анамыздың бағасы. 4.